қалай wildberriesте жаңа қолданушыны, яғни пользовательді қосу керек, осы видеода көрсететін боламын. Ол үшін біз өзіміздің профильға өтіп, ары қарай настройки бөліміне өтеміз. Осы настройки бөлімінде пользователь деген бар. Осы жерде біз пригласить пользователя дегенді таңдаймыз. Содан кейін мына жерде пользовательдің номерін, оның немесін таңдауға болады, функциясын таңдауға болады. Ары қарай настроить право доступа бар. Қандай праволары бересіз, соларды жазып қойға болады. Мына жерде мысалға бренд, чат с покупателями деген бөлімдерді алып тастап, немесе қосып қойып деген сияқты баланс көрмейтінде. Кейін ары қарай генерировать ссылку приглашения деген басамыз. Осы жерден ссылка генерировать етіледі. Осы ссылканы, мына жерде скопировать ссылку дегенді, одан кейін берген адамға қарай жөнелтеміз. Мысалға мына жерде осы номерге қарай берілді. Ол уақыты бар, осы уақытқа дейін шыдайтын болады. Яғни достар, бұл оп-оңай. Егер де сізге видео пайдалы болатын болса, лайк басып кетіңіздер. Сәлем болған. Әділ Асланұлы.